Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар, құрметті достар, қайырлы күн баршаларыңызға, Алла тағала өмірлеріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге сауап берсін. Алла қаласа қазір мен сіздерге стресстен шығудың екі жолын көрсетемін, яғни екі техникасын үйрететін боламын. Стресстен құтылуға көмектесетін екі техника өзім практикада сынап көрген және өзімнің авторский техникам десем де болады. Енді авторский демей ақ қояйын, бүткіл адамдар біледі, бірақ осыны дұрыс пайдаланбайды. Стресстен қалай құтыламыз? Стресс дегенді бірінші түсіне кетейік. Стресс дегеніміз не? Амандасып жатқан жандарға уағалейкум ассалам. Стресс дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда қазақшасы қатаю, напряжение. Қатаю, дененің қатаюы, немесе салмақтың түсуі адамға. Ауырлық, груз, напряжение, груз, салмақ, ауырлық, қатаю деген сияқты. Енді қазір осы стрессті қалай снимать етеміз? Бойымыздан қалай шешеміз? Соның мен сізге екі техникасын үйрететін боламын. Ендеше жақсылап осы эфирді қараңыз, бұйырса эфир сақталады. Қазір мен Instagram парақшамда және TikTok парақшамда тікелей эфир жүргізіп жатырмын. Алла қаласа осы TikToktан жүктеп YouTube каналымызға да эфирді салатын боламыз. Қараңыз достар, бізде стресс, енді стресстің болу себебі ол көп. Мысалы, стресс неден болады деген кезде оның себептері, оның причинасы өте көп. Әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Стресс алады, мысалы, жаңа үйге көшіп өтсе де адам стресс алуы мүмкін. Әлгі үйге үйренісе алмай, адаптацияға түсе алмай, бұрынғы үйінен көшіп, басқа үйге көшіп өтсе де адамда стресс болуы мүмкін. Өмірінде жеп көрмеген бір тамақты жеп көрсе де стресс болуы мүмкін. Күйеуімен ұрсып қалса да стресс болады, тұрмысқа шықса да стресс болады, емтихан кезінде де адамда стресс болады, адамдардың алдына шығып сөз сөйлейтін кезде де адамда стресс болады. Яғни стресс дегеніміз адамның бір нәрсеге, бір ортаға, былайша айтқанда, бір нәрсеге адаптацияға түсуі, бір нәрсемен адамның бейімделуі. Кей кезде ол адаптация жақсы жүреді, кей кезде адаптация болмайды. Яғни адаптация наоборот, кері қарай жүріп кетуі мүмкін, кері әсерін беріп кетуі мүмкін. Мысалы, адам өмірінде жеп көрмеген тамағын жеді, адам жайлап кішкене стресс болды да, бір түсті сезінді, өзін дискомфорт сезінді, бірақ ары қарай жеп тамаққа үйреніп кетті. Ал бір кезде сол тамақ жеп отырасыз, өміріңізде жеп көрмеген тамақты. Сізде бір мазасыздық, жайсыздық, жүрегіңіз айну деген сияқты, яғни сіздегі стресс күшейеді. Сондықтан стресс күшейеді. Адаптацияға түсе алмайсыз. Дәл сол сияқты, мысалы, тұрмысқа шығып жатсыз, өміріңізде немесе тұрмыс құрып жатсыз, үйленіп жатырсыз, өміріңізде бірінші рет. Сол кезде қатты стресс болуы мүмкін. Сол стресске сіз адаптацияға түсе алмайсыз, жүрегіңіз қатты соғып, давлениеңіз көтеріліп, сол стресске адаптацияға түсе алмаудың кесірінен адам ары қарай тревожный расстройствоға немесе депрессивный расстройствоға түсіп кетуі де әбден мүмкін. Болмашы нәрсенің себебінен, болмашы нәрсенің. Енді қараңыз, стресстен қалай құтыламыз? Өте оңай, достар, өте оңай. Ең біріншісі, стресстен құтылу үшін, сізде мысалы стресс неден болып жатыр? Неден болып жатыр? Ол маңызды емес. Стресс, мысалы, біреумен ренжісіп қалдыңыз, сізді біреу ренжітті, ұрысты, айғайлады, ата-анаңызбен қарым-қатынас барысында, отбасылық қарым-қатынас барысында бүткіл проблемалар болуы мүмкін. Қандай нәрсе себеп болды маңызды емес. Осы екі техниканы қолданатын болсаңыз, стрессіңіз Алланың қалауымен снимать етіледі, стрессіңіз Алланың қалауымен шешілетін болады. Достар, ең біріншісі, жалпы стресстен шығу үшін ең үлкен бұл техника благодарность дейді, благодарность, яғни рахмет айту. Мен бұны былай пайдаланамын. Ең біріншісі, жаратушы Жаббар еңізге шүкіршілік айту. Шүкіршілік дегеніміз араб тілінде шүкран дейді, рахмет деген сөз. Яғни жаратушы Жаббар еңізге рахмет айту. Қандай жағдай болмасын, басыңызға сый-сияпат берді Алла Тағала, байлық беріп жатыр Алла Тағала сізге, қуаныш беріп жатыр, бақыт сыйлап жатыр, тек қана ол кезде емес, мейлі сынақ беріп жатыр Алла Тағала, қандай қиыншылық беріп жатыр, сол кезде де шүкіршілік ете беру. Қандай ситуация болмасын, қандай жағдай болмасын, Алла Тағалаға шүкіршілік етсеңіз, сіздің проблемаңыз өзіне өзі шешіле береді. Сондықтан Алла Тағала Құранда ла ин шакартум ла азиданнакум дейді. Егер сендер шүкір етсеңіздер,
сендердің жағы мал мүліктеріңді, дүниелеріңді, өмірлеріңді не істей берем дейді, еселей берем, Алла тағала айтып жатыр. Оларды арттыра берем дейді. Сонысы бала шағаларыңызды деген сияқты. Егер сіз қайғы қасіретке шүкір десеңіз, Алла осы бергеніңе шүкір, альхамдулилля, мен саған ризамын, осы берген сынағыңның өзіне шүкір деп айтатын болсаңыз, Алла мына құлым, мына берген байлығыма емес, сынағыма шүкір етіп жатыр. Ендеше мен оны сынақтан алып қана, шығарып қана қоймаймын, оны жетістікке жеткіземін, белестерге былайша айтқанда шығарамын, белестерді бағындырамын осы құлыма деп, Алла тағала сізге ерекше сый құрмет көрсетуі әбден мүмкін. Шүкіршілік ол магнит, достар. Шүкіршілік ол магнит, сізге бүткіл жақсылықты тартатын. Сондықтан ең бірінші техника, достар, стресстен шығу үшін ең бірінші, ең үлкен техника ол жаратушы жаббар иеңізге, сізді жаратқан жаратушыңызға рахмет айту, сізді жаратқан жаратушыңызға шүкіршілік айту. Маңызды емес қандай ситуациядасыз. Мейлі басыңызда қарыз бар шығар, мейлі жаңағы айтқан қайғы қасірет бар шығар, мейлі проблема бар шығар, мейлі жақыныңыздан айырылып қалдыңыз деген сияқты. Мейлі жаңа байлық келіп жатыр, үйіңізге бала шаға келіп жатыр, сәбилер келіп жатыр, саудаңыз жүріп жатыр, жолыңыз ашылып жатыр. Мейлі қандай ситуация болмасын, Алла тағалаға жақсы жаман күнде де, қайғылы күнде де, қуанышты күнде де Аллаға шүкір ете берсеңіз, Алла сіздің бойыңызда стресстің полностью бәрін істейді, снимать етеді. Өйткені біздің бойымызда, біздің айналамызда болып жатқан событиялардың бәрі, ситуациялардың барлығы бір Алланың қалауымен болып жатыр. Барлығы бір Алламен байланысты болып жатыр. Сондықтан біз Аллаға шүкіршілігімізді айта беретін болсақ, Алла біздің проблемамызды снимать ете береді. Екіншісі, достар, екінші техника бүткіл жаратылысқа рахмет айту. Ол жаны бар болсын, жаны жоқ болсын. Сізді ренжіткен адамдар болсын, сізді жақсы көретін адамдар болсын. Барлығына рахмет айту. Мысалы, жүзіне барып, жүзбе-жүз айтпасаңыз да, былайша айтқанда сырттай рахмет айтып қойсаңыз да, соның өзі жеткілікті. Мысалы, сізді біреулер ренжітті, ол ренжіткен адамды сіз жек көретін болсаңыз, сіздің бойыңыздағы стресс, напряжение күшейе береді. Ол адамнан ештеңе кетпейді, дымда кетпейді ол адамнан, сізді ренжіткен үшін. Ассаламалейкум, Ереке, қалдарыңыз қалай? Так, ол адам сізді ренжітті, сіз оған ренжідіңіз и жатып қалдыңыз да, стресске түсіп. Ол адамнан дымда кетпейді, просто ол өзінің өмірін сүре береді. Ал сіз ренжу арқылы өзіңіз құрдымға кетіріп жатсыз. Енді не істеуіңіз керек? Ол адамға сізді ренжіткен үшін рахмет айтуыңыз керек. Вот именно осы жерде қараңыз. Кешірдім оны деп айту керек емес. Мен оны кешірдім деген сөз, бейне бір ол адам кінәлі, мен кінәсізбін деген нәрсе сияқты да, бұл жерде уже жасырын тәкаппарлық бар. Жасырын, яғни астыртын бір жасырынып тұрған не бар? Кибір дейді ғой. Менмендік бар. Былайша айтқанда мен қателеспеймін, менің кінәм жоқ, ол адам мені ренжітті, значит ол кінәлі деген сияқты. Өзгелерді кінәлап, өзіңізді оправдывать ету, өзіңізді ақтау, бұл негізгі проблеманың ең үлкен бастауы, достар. Ешқашан ақталмаңыз. Алла тағала Құранда айтады: "Уәлә тузакку анфусакум", сендер өздерің ешқашан ақтамаңдар дейді. Түсінесіз ба? Өйткені қазақ айтады, аққа Құдай жақ. Егер сіз ақ болсаңыз, Құдай сізді ақтап шығады. Аққа Құдай жақ. Сондықтан өзімізді ақтаудан ешқандай мән мағына жоқ. Сіз ең басты Құдайдың алдында ақ болсаңыз болды. Қай кезде ақталсаңыз болады. Егер сізге жала жауылып, сіздің үстіңізден қылмыстық іс қозғалайын деп жатса, онда адвокат шақырып, доказать етіп, ол кезде ақталсаңыз болады, потому что сіздің өміріңіз құрдымға кетейін деп жатыр. Бірақ ақталғанмен де, ақталмағанмен де өміріңізде ешқандай өзгеріс болмайтын болса да, өзіңізді ақтап шықтыңыз. Мысалы, әйеліңізбен ұрысып алдыңыз да, ұрыстыңыз, ер адам ретінде әйеліңізге өзіңізді ақтап жатсыз. Ойбай, мықтымын, мен дұрыспын, ал дұрыс болдыңыз. Не болды сонымен? Әйеліңіз мысалы көңілі қалды сізден. Түсінесіз? Ешқашан ер адам әйеліңізге ақталмаңыз, мен сізге айтайын. Наоборот, әйеліңіз сол ақ болсын, сол жақсы болсын. Зато сізді еркекті ол ешқашан естемейді, төмен тастамайды. Сізді еркекті әрқашан қадірлеп өтетін болады. Ойбай, жаным, сенікі дұрыс дей беріңіз әйел адамға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға келіп, сен дұрыс емессің, сен бұрыс жасап жатсың деп айтқан емес та. Айша, айта бер. Айша анамыз отырып алып сөйлейтін болған пайғамбарымыз саллаллаху. Пайғамбарымыз тыңдайтын болған Айша анамызды да, отырып деп. Яғни сенікі дұрыс дейтін болған ғой, былайша айтқанда. Көрдіңіз ба? Әйел адамды ұрысып ешқашан біз жеңе алмайтын екенбіз. Сондықтан шүкір, сізге ұрысып жатқан, сізге сөз қайтарып жатса да, әйел адамыңыз, шүкір, альхамдулилля, шүкір, рахмет.
рахмет саған деп әйеліңізге айта беріңіз. Бұл жерде сіз рахмет айту арқылы ол адамнан сіз сабақ алып жатсыз, ұстаз ретінде. Мысалы, мені өмірде көп адам ренжітті, жаман балағат сөздер айтты, сыртынан ғайбаттар айтып жатыр, өсектер айтып жатыр, оны маған біреулер жеткізіп жатыр. Мен барлығына рахмет айтамын. Мен мысалы кезінде бір жерде қызметтерде жұмыс жасадым. Сол қызметтерден кетіру үшін әртүрлі жаңағыдай құйтырғы амалдар, құйтырғы істер жасалды мысалда. Мен бәріне рахмет айтамын. Сол адамдардың бәріне рахмет айтамын, потому что олар менің өмірлік ұстаздарым. Олар ойлап жатқан шығар, ой, Камалды біз кетірдік, болды, все, құтылдық деген сияқты да жоқ. Мен олардан кеттім, мен оларға рахмет айтамын, мен осындай деңгейге жетіп жатырмын. Түсінесіз ба? Достар, егер мен оларға ренжіп жатқанымда, олар мені ренжітті, менде ешқандай прогресс, даму, алға ілгерілеу болмайтын еді. Даусым естіліп тұр ма, даусым? Дауыс қараңыздаршы, мен дауыс естілмей жатыр деп айтып жатыр. Бір ауыз. Инстаграмда отқан достар, өзің тыңдап алдым деп өзіңе 3 рет айтып үндемей отыра беру керек па дейді. Қажеке, дәл солай. Өзім таңдап алдым, өзімнің обалым жоқ деп сөйтіп не істеу керек. Өзім таңдап алғаным. Әйеліңіз сізге ұрсып жатса, ойбай, өзімнің обалым жоқ, өзім айыптымын деп сөйтіп не істеңіз. Звугын шығарыңыз, қаттырақ звугын шығарсаңыз, сонда естіледі мүмкін. Сондықтан көрдіңіз бе, достар, стрессті снимать ететін екінші техника бұл рахмет айту. Сіз көлігіңізге отырдыңыз ба, көлігіңізге рахмет айтыңыз. Потому что қараңыз, біз қолда бар алтынның қадірін білмей жатырмыз. Біз стрессте жүрген кезде бар ғой, біз еш нәрсенің қадірін білмейміз. Жеп жатқан тамағымыздың дәмін сезбей қаламыз атауы. Потому что ойымыздың барлығы стрессовый ситуацияда. Сол бізді не нәрсе стресске түсірді, соны ойлап, соңында өзімізді жаңағыдай стрессті асқындырып аламыз да. Тревожный расстройствоның негізгі причинасы ол стресс. Біздің дүрбелең шабуылға түсуіміздің негізгі себептерінің бірі, басты себептерінің бірі ол стресс. Адам ұзақ уақыт, длительный уақыт напряжениеде жүреді, ал напряжениені дене көтере алмайды, соңынан взрыв болады, уже болды. Сердцебиение, уже ушишение сердцебиение, жүрек қатты соғып кетеді, тарсылдап, соңынан уже қорқып кетеміз. Ойбай, менің жүрек соғып кетіп жатыр, менде тахикардия деген сияқты. Сондықтан, достар, всегда рахмет айтыңыз. Көлігіңізге отырдыңыз ба, көлігіңізге рахмет айтыңыз. Ол жаны бар болсын, жоқ болсын, қызық емес. Оны Алла Тағала сізге көлік қылып берді. Бұрынғының көлігі сәйгүлік ат, жылқы болса, қазіргінің көлігі темір тұлпар. Оның да жаны бар. Сонысы оған да рахмет айтыңыз. Сізді діттеген жеріңізге жеткізіп қойып жатыр. Мысалы, қай жерге барғыңыз келеді? Мысалы, кеше біз Таразға барып келдік деген сияқты да, өзіміздің көлігімізбен. Ол бізді әкелді аман-есен ауылға. Өзіміз басқарып келдік, бірақ ол жүріп келді, жолда бұзылмай. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Алла бергеніне шүкір осындай нығметті. Ағашқа рахмет айтыңыз. Сізге кислород беріп жатыр. Күнге рахмет айтыңыз. Жолыңызды жарық болып жатыр. Түнге рахмет айтыңыз. Түнде сіз ұйықтап демалып жатсыз, Біріншісі Аллаға шүкіршілік, екіншісі сол Алланың берген нығметтеріне рахмет. Мысалы, мен мына телефоныммен сіз прямой эфирге шығып жатырмын. Сізге осы информация беріп жатырмын, Рахмет. Осы сетті, интернетті жасап берген, осыны ойлап тапқан адамға рахмет. Осы телефонды ойлап тапқан адамға рахмет. Көлікті ойлап тапқан адамға рахмет. Жарықты ойлап тапқан адамға рахмет, Томас Эдисонға мысалда. Бүткіл айналада не нәрсе жасап жатыр? Мына киімді тіккен адамға рахмет. Бүткіл адамзатқа рахмет. Міне, рахмет. Айтқыңыз келмей тұрса да, бір 5-6 рет айтыңыз, өзіңіздің бойыңызда бір автоматически бір жеңілдікті, освобождение дейді. Мынау выгрузка дейді ғой, босауды сезінесіз, босайсыз кәдімгі дейді. Түсінесіз ба? Эмоциональный освобождение болады сізде, эмоцияларыңыз шығады. Просто рахмет. Алла разы болсын. Міне, Ерлан дейтін қажы. Алла разы болсын, сізге рахмет. Мен сіздің арқаңызда, сіздің септігіңізбен мен салқын суға түсіп үйрендім мысалда. Көрдіңіз ба? Менің каждый өмірімде кездестірген, мені көре алмайтында, мені жек көретінде, менің сыртымнан ғайбат айтып жатқан адамдар да, оларға да рахмет. Мен оларды ренжіп, оларды кешірдім деп айтпаймын. Кешірдім демеймін, наоборот, оларға рахмет. Мен кешірдім деп айтсам, как будто мен вообще күнә жасамайтын, қателеспейтін адам сияқты өзім ұстаймын да, и олар қателесті, олар былайша айтқанда айыпты менің алдымда деген сияқты өзімдегі жасырын анандай тәкаппарлық болады да, бұл жерде жасырын. Бұл жасырын тәкаппарлық түбінде сізді құрдымға алып кетеді, достар.
Сондықтан всегда рахмет айтыңыз. Всегда рахмет айтыңыз. Рахмет. Ассаламу алейкум, ұстаз. Керемет, керемет. Алла разы болсын. Алейкум салам. Сондықтан достар, сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Сіздерге, оқырмандарыма рахмет. Мынау әлемге рахмет. Бүткіл адамзатқа рахмет. Мен ішіп жатқан шайыма рахмет. Жеп жатқан тамағыма рахмет. Альхамдулилля. Міне, мен мына сотканы қойып қойыптын. Астында штативтер тұр мысалда. Осы штативтерге рахмет керек болса, сотканы ұстап тұрған. Жаны бар болсын, жаны жоқ болсын, барлық нәрсеге рахмет айтыңыз. Барлық нәрсеге. Айналаңыздағы ең үлкен стресс снимать ететін осы екі техниканы тоқтатпаңыз. Всегда жасаңыз. Сонда стресстен автоматически шығасыз, құтыласыз. Былайша айтқанда стресс деген атты мәңгілікке ұмытасыз Алланың қалауымен. Түсінсіз? Стресс алдыңыз, ничего страшного. Біреу сізді ренжітті, ничего страшного. Рахмет. Сол кісі солай айтқан үшін маған рахмет. Мен ол арқылы өсемін. Сіз оны прямом смысле қабылдайсыз да, сізге біреу ақымақсың, немесе сіз санасызсың, оңбағансың деп айтады да, соған ренжіп жатып қаласыз. Былайша айтқанда ренжуді де сол барып жатып қалуды да сіз өзіңіз таңдадыңыз. Әлгі кісі сізді ренжіте алмайды, егер сіз ренжуді қаламасаңыз. Сондықтан, рахмет деп айтыңыз оған. Сізді ренжітіп, оңбаған, ақымақ, санасыз деп айтма. Рахмет, рахмет деп кетіп қалыңыз, болды, все. Рахмет. Демек, оңбаған деп айтты ма, ол адам, енді сіз одан сабақ алуыңыз керек. Значит, мен оңбаған деп айтты ма, мен оңбаған болмауым керек деп тұрсыңыз. Сізге жаңағы айтқан санасызсыз деп айтты ма, онда сіз мен санасыз болмауым керек, мен жақсы болуым керек деп соған тұрсыңыз, былайша айтқанда. Ал сіз ойбай мен санасыз деп айтты екен деп ренжіп жатып қалсаңыз, онда шынымен де сізде сондай бір убеждение бар, сізде сенім бар, что сіз санасызсыз деген. Что мен санасызбын деген сізде убеждение, сенім бар. Сондықтан ешқашан ренжімеңіз. Сіз қай қаладасыз дейді. Мен Алматы қаласынамын, достар. Алматы қаласы Қырғауылды поселкасынамын, Алматының ішінде. Ұстаз, Бишкекте қанша күн боласыз? Бишкекке бұйырса барамыз, Құдай қаласа. Қазір емес, біз жазға қарай сапарға шығатын шығармыз, Құдай қаласа. Осы май айының аяқтарында, немесе орталарында біз Ақтау қаласына баруымыз керек, иншалла. Онан бұрын Шымкентке баруымыз керек. Сонан кейін ары қарай Ақтау, Атырау, Ақтөбе деген сияқты. Солай, достар. Басында бөркі жоқ, адам намыс жоқ деген не дейсіз дейді. Басында бөркі жоқ, адам намыс жоқ деген прямой смысле сөйлемеген ғой. Қазақ астарлап сөйлеген ғой. Мұртын балта шаппайды, қабағынан қар жауады деген. Басында бөркі жоқ деген нәрсе, может, басында бір ақыл жоқ, санасы жоқ деген нәрсе шығар. Сондай мағынада айтылған сөздер. Оны прямой смысле басында қалпақ жоқ, басында жаңағыдай тымақ жоқ, адам намыссыз деп ол. Брат, психологсыз байды. Психолог, мен психологпын, исламтанушымын. Исламтанушы және психологпын. Тикток парақшамда прямой эфирге кіріп жатқан жандар болса, менің парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады, сіздерге пайдалы ақпараттар беріп отыратын боламын, осылай тікелей эфирге жиі кіріп отыратын боламын. Достар, бұл екі техниканы мен былай 1 минуттық релсқа салсам да болады еді, бірақ кеңінен түсіндіріп айту үшін осы эфирді мен бүгін жүргізіп жатырмын. Саламатсыз ба, ағай? Аға, қалайсыз? Аға, қорқыныш басы прогресс болып келе жатып, қайттан ойлары мазаласа не істейміз дейді. Олай болады біріншіден. Егер қорқыныш басылып келе жатса, тағы да бір триггерлер болады өмірде. Стимулятор дейді ғой. Бір нәрсе көріп қаласыз, бір нәрсе естіп қаласыз, қайтадан сол баяғы қорқынышыңызға қорқыныш қосады. Ол кезде просто алыңыз да. Дыхательные упражнениялер бар, релаксациялар бар, су ішіңіз, спокойствие. Жаяу жүріңіз былай. И баспен кіріп кететін бір іс әрекеттер жасаңыз. Мысалы, біреулер сотка ойнайды, соткада играсы бар, сол играға кіріп кетіп, барынша ана ситуацияны ұмытуға тырыссаңыз болады. Ал енді проблема келген кезде оны қабылдамауды үйрену үшін, онда менің консультацияма жаздыңыз, терапияға жаздыңыз, мен полностью сізге сырттағы проблеманы, сырттағы болып жатқан ситуацияларға қалай реакция білдіру керек, соның бәрін үйрететін боламын, достар. Ол жеке терапияның кезінде үйретіледі. Мысалы, қазір сізде проблема бар, сіз навязывать етіп, өзіңізге тартып ала бересіз проблеманы. Мысалы, біреу
осындай болып қалдым, мен ауырып қалдым, менде осындай проблема, мен жақынымнан айырылып қалдым деген сөздерді естісеңіз, мазаңыз қашып қалады ма? Онда сізде уже магнит әлі жұмыс жасап жатыр, сіз өзіңізге сол проблеманы тартып ала бересіз, притягивать ете бересіз. Ал сол нәрсені өзіңізге тартпауды үйрену үшін, онда жеке менің консультацияма жазылыңыз, ары қарай біз терапия жүргіземіз. Онымен проработка жасау керек. Мен сізге қазір осы техниканы жасаңыз, осы техниканы жасаңыз дегеннен ешқандай пайда жоқ. Онымен отырып, глубокий жұмыс жасау керек, ары қарай кіру керек деген сияқты. Подсознаниеге дұрыс установка қою керек, программа қою керек, жаңағы КПТ, НЛП бойынша. Тақуалық киім деген не? Құранда тұрды. Тақуалық киім деген, достар, ол киім деген астарлы мағынада ғой. Тақуалық киім, мысалы, үстіңізде сіз қазір қателік жасап жүрсіз ба? Қателік жасап жүрген болсаңыз, сіз қателіктің, яғни күнәнің киімін киіп алғансыз. Сондықтан сіз күнә жасай бересіз. Бұны ан-нафсул аммарату бису дейді. Бұны нәпс, жаңағы күнәға итермелеуші нәпсі дейді. Сондықтан сіздің нәпсіңіз күнәға итермелеп тұрады. Ал сіз жайлап Алланың бұйрықтарын оқып, тыйған тыйымдарынан тыйылып, бұйрықтарын орындап, намаз оқып бастасаңыз, құлшылық жасап, Аллаға сиынып бастасаңыз, Алланың тыйған тыйымдарынан алшақтап бастасаңыз, міне сіз уже әлгі күнә киімін шештіңіз да, и тақуалық киімін үстіңізге не істеп жатсыз? Киіп жатырсыз. Алла Тағала астарлап сөйлеген, қазақ астарлап сөйлеген, достар, прямом смысле қабылдауға болмайды. Прямом смысле. Тікелей мағынасында қабылдауға болмайды көп нәрсе. Тікелей мағынасында қабылдайтын нәрселер бар. Мен айтам да, сенің атың азамат, мысалы да. Сенің атың азамат болса, мысалы, сенің атың азамат. Мен саған астарлы мағынада айтып жатқан жоқпын ғой, менің атым Камал, мысалы да. Мен астарлап айтып жатқан жоқпын. Менің атым Камал деген басқа бір мағына береді деп жатқан жоқпын. Менің атым Камал просто. Енді астарлап сөйлейтін сөздер бар, мысалы да. Су тасса тобығынан аспайды. Қабағына қар жауады деген сияқты. Үйде жалғыз қалсам, үрей қорқыныш келеді. Үйде жалғыз қалсам, үрей қорқыныш келеді. Әрине. Потому что подсознание убеждение бар, жалғыз қалсам, мен ешкім құтқарып қала алмайды. Потому мен біреуге хабар бере алмаймын деген сізде не бар? Мида сенім бар, убеждение бар. Бірақ сізге жалғыз қалсаңыз да, адамдардың ортасында жүрсеңіз де сізге ештеңе болмайды. Тек қана тревожность болады. Прогресс болып, жақсы болып едім. Резко қорқынышым қайта оянып кетті. Қайтадан басынан бастап паникалық атакаға түстім. Қабылдадым, кел деп қоямын. Сонда да қатты үрейленіп, әрең өзімді бастым дейді. Әрең өзіңізді бассаңыз, бұның өзі прогресс. Яғни басудың өзі прогресс. Қараңыз, паническое расстройство келудің қажеті жоқ. Мен сізге айттым, паническое расстройствоға мән бермеуді үйрену керек. Яғни сіздің негізгі мақсатыңыз не? Сізде көрдіңіз бе? Қайталану, повторение болып жатыр. Повторение мат учение дейді. Повторение мат учение. Сіз қайталай беру, ол білімнің анасы дейді. Қайталай беру білімнің анасы. Енді сіз паническое атаканы постоянно қайталап жатсыз. Скорее всего, сіз одан құтылмайсыз. Яғни мен қашан паническое атакадан құтыламын, немесе паническое атакадан құтылуым керек деген мақсат сол болса, постоянно соны жаңағы тыңдайтыныңызда паническое атака, мысалы мені қосып аласызда, осылай тыңдай бересіз. Әрине жақсы менің, бірақ енді болды, сізге техникалар берілді ма, все, паническое атаканы ұмытуыңыз керек былайша айтқанда. Мен психолог болғандықтан, мен маман болғандықтан айта беремін, маған вообще келіп кетер зиян жоқ бұл паническое атака дегеннің. Мен айта беремін, мен маманмын өйткені. А сізде антивирус жоқ қой, былайша айтқанда, осы паническое атакаға қарсы тұратын бойыңызда не жоқ? Антивирус жоқ. Сондықтан қараңыз, паническое атака сізде қазір доминант, негізгі доминант бірінші орынға шығып кетті. Түсінесіз? Бірінші орынға шығып кетті. Сондықтан бірінші орынға шығармау үшін мақсат қойыңыз. Не жасағыңыз келеді, не істегіңіз келеді. Соған жайлап әрекет жасап бастаңыз. Паническое атака келсе, пускай келе берсін. Одан ешкім өлген емес, өлмейді де. Осы кезге дейін сізге ештеңе болған жоқ, мысалда. Ештеңе болған жоқ. Так что не надо бояться. Алматы қаласынанмын, достар. Сет істемей қалды. Қателеспейді, сендерге бұйым сәндік
киім жараттым. Сол сәнді киім үстінде әрине тақуалық киіммен жақын. Ойбой. Алла Тағала Құранда айтады, Алла Тағала сендерге әйелдеріңді егістік алқабы қылдық дейді да. Әйелдерің сендер үшін егістік дейді. Ол егістіктеріңе қалаған жағынан жақындап, өзіңіздің ұрықтарыңызды егіңіздер дейді. Сондықтан тек қана бір ғана орынға дейді да, бір ғана орынға. Ол не? Әйелдің алды тарапына дейді. Сіз былайша айтқанда мықтысыз, білгішсіз. Сонда қалай әйел қалай егістік болады? Ол егістік пе шынымен әйел? Егістік алқабы ма мысалда? Алла Тағала астарлап сөйлеген бұл жерде, астарлап айтқан бізге баяндаған. Алла Тағала өте ұят иесі. Сондықтан бізге қалай сөйлеу керек, адамдардың алдында қалай сөйлеу керек, қалай әдеп сақтау керек. Алла Тағала Құранда бәрін бізге үйретіп қойған. Сондықтан оны прямом смысле қабылдауға болмайды. Онда прямом смысле қабылдаңыз да әйелді егістік алқабы деп елестетіңіз, үстіне барып дән шашып кетіңіз сонда. Ой Алла. Бір өзінше бір білгіштер көбе. Сіз оны Құраннан бір аятты түсіндіріп, тәпсірін айту үшін сіз қайда оқыдыңыз? Сіз кімсіз? Қай университетте немесе қандай білім ордасында сабақ алдыңыз? Соны айтыңыз бірінші. Келіп алып, ана аятты былай түсіндіріп, мына аятты былай түсіндіріп. Олай болмайды. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Бойдағы үрей қорқыныштан шығу жолын айтыңызшы. Қиналып жатырмын. Сіздің үрейіңіздің деңгейін анықтауымыз керек. Мен сізге отырып алып қазір айта алмаймын, потому что мен танып та тұрған жоқпын. Сіз комментарий жазып жатсыз, мен білемін, сіз менің оқырманымсыз. Оқырманым болған үшін сізге үлкен рахмет айтамын. Бірақ сіздің мен проблемаңызды анықтауым керек. Ол үшін консультация жазуыңыз керек. Кез келген адамның айтқан, мен қазір не то дұрыс емес интерпретация беремін сізге. Дұрыс емес интерпретация беремін. Осылай жасаңыз деп, мүмкін сіздің үрейіңіз на самом деле дүрбелең шабуылдан болып жатпаған болуы мүмкін. Стресстен болып жатпаған болуы мүмкін. Действительно үрейіңіз сіздің бір бойыңызда бір проблема болуы мүмкін, мысалда. Соның бәрін ақылдасамыз ол жерде. Сіздің проблемаңызды анықтаймыз. Соның үшін консультацияда біз диагностика қоямыз. Диагностика жасаймыз. Қандай проблема сізде? Неден болды? Шынымен де үрейлі шабуыл ма? Немесе басқа медицинский проблема ма? Мысалда, ол үрейлі шабуылға келетін нәрсе бар, келмейтін нәрсе бар. Біреулер бар, асқазаным ауырады, мен содан үрейленемін дейді. Бірақ дәрігерге бармаған. Сондай адамдар да хабарласты. Мен оларға сенде үрейлі шабуыл деп диагноз қоймаймын. Сонса оларға диагностика жасамаймын болды. Сенде үрейлі шабуыл. Мен обязательно ол адамды гастроэнтерологқа жіберемін. Гастроэнтерологқа барасың, и бойыңдағы проблемаңды анықтамайынша сен былайша айтқанда өзіңе өзің диагностика жасамайсың, диагноз қоймайсың. Сосын мен ойбай, мен асқазаным ауырып, что-то мен ауру сияқтымын. Бірінші асқазаныңызды тексертесіз, көзін жеткізесіз. Сұрақ қойып жатыр. Садақа берсем, дұға тілесем, қабыл бола ма? Оны қабыл қылмау, оны Алла біледі, достар. Алла қабыл етуші. Құранда Алла Тағала айтады: "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб." Егер құлым мен жайлы сұраса, мен оған жақынмын дейді. Уджибу даъвата да'i иза да'ан. Дұға жасаушының дұғасын қабыл етемін, егер ол дұға жасаса. Фалиястаджибу ли ва лиюмину би дейді. Менен дұғаның қабыл болуын менен тілесін дейді. Және маған иман келтірсін дейді. Мен білмеймін ғой. Бірақ дұға қабыл болады. Алла үмітсіз шайтан дейді, қазақ айтады. Үмітсіз шайтан. Үмітсіздікке түспеу керек. Дұға жасадыңыз ба? Все, сіздің үмітіңіз басым болу керек. Қабыл болмай қалуы мүмкін деген нәрсе ол шайтаннан. Сонасыз ғой, шайтаннан. Дұғаңыз қабыл болды деп сіз жаңағыда елестеткенің жақсы, чем ойбай қабыл болмай қалды мекен деп қорыққанға қарағанда. Түсінесіз ба? Өйткені үмітсіздік ол шайтаннан. Шайтан әрқашан бізді үмітсіздікпен не істейді? Азғырады. Соның үшін Алла Тағала Құранда айтады: "Аш-шайтан я'адукумул фақра ва я'мурукум бил фахша." Шайтан сендерге нені уәде етеді дейді? Кедейлікті, яғни фақр деген сөз кризис. Кризис дегеніміз барлық нәрседе болуы мүмкін. Ақшада болуы мүмкін, егістікте, ұрпақта болуы мүмкін деген сияқты да. Мысалда, барлық нәрседе болуы мүмкін. Ақшаңыз болмай қалуы мүмкін, кедей болып қаласыз, егініңіз шықпай қалуы мүмкін деп, қойларыңыз уже қырылып қалуы мүмкін аурудан деген сияқты. Сосын жақыныңыздан айырылуыңыз мүмкін, бала-шағаңыздан айырылуыңыз мүмкін, немесе балалы болмайсыз деген сияқты уәсуәс салады, кедейлікпен қорқытады. Және сендерді күнәға итермелейді. Күнәға, жаман істерге, мысалда, арақ ішіп кет, күнә жасап кет, бұзақылық жасап кет. Көп күнәнің түрі көп қой, мысалда.
наркоман болып кетті, құмар ойын ойнап кетті деген сияқты, балгерге бар, бақсыға бар деген сияқты. Әртүрлі күнәға итермелеу әбден мүмкін. Аллаху я'идукум магфиратан минху ва фадла. Ал енді жаңағы айтқан Алла Тағала сендерге нені уәде етеді дейді? Алла Тағала сендерге кешірімді уәде етеді дейді. Қараңыз, үмітсіздік пайда болады адамда. Мысалда үмітсіздік пайда болады. Күнә қателік жасап қойған кезде адамда үмітсіздік пайда болады. Құдай мені кешірмейді деген. Содан чувство вини пайда болады. Чувство вини деген сөз өзін кінәлай береді. Все, кінәлай береді. Кінәлі сезім, өзін кінәлі сезіне береді. Ал Алла Тағала Құранда айтып жатыр, Алла сендерге кешірімді уәде етеді. Просто кешірім сұрау керек Алладан. Уафадла дейді, және кеңшілікті, байлықты уәде етеді дейді. Жан жақтан кеңшілік. Сондықтан қараңыз, мен всегда айтамын, оптимистік көзқарас ол Алладан, пессимистік көзқарас ол шайтаннан. Егер сізде оптимизм болса, сіз оптимист болсаңыз, біліңіз, сізге былайша айтқанда, сіз Алланың берген мүмкіндігін пайдаланып жатсыз. Егер пессимист болсаңыз, сіз шайтанның артына еріп жүрсіз болған, шайтанның артына еріп алғансыз болған. Құран оқымаған екенін белгілі, сендерге елші және пайғамбар қылып жібердім, сонда мынау тәңірші біреу отыр, тәңірші вирус отыр мына жақта бір, Құдай сақтасын. Тәңірші вирус дейміз, соларды сөйлей берсін, оттай берсін. Мән бермеймін. Мен оны намазхан бір бауырымыз сол өзінше бір Құранды айтып жатырмын. Тәңіршілердің оқыған Құрандарын біз қабылдамаймыз. Олар өйткені кәфірлер, былайша айтқанда, олар вирустар олар. Сондықтан ондай ақымақтарды, надандардың сөздерін біз қабылдамаймыз. Ақылдарыңыз өздеріңізге жұғысты болсын, маңдайыңызға жақсылап жағып алыңыз. Бізге қажет емес. Біз альхамдулилля Аллахтың құлдарымыз, Аллаға сыйынамыз, Аллаға құлшылық етеміз, Алла бізді жақсы көреді, біз Алланы жақсы көреміз. Альхамдулилля Алланың берген нығметтеріне шүкір, Алланың берген сый-сияпатына шүкір, біз Алланы кәдімгідей жақсы көреміз. Алла Тағала бізге нығметтер береді, Алла Тағала біздің өмір жасымызды ұзақ қылады, Алла Тағала бізге ұрпақтар береді. Альхамдулилля, Алла Тағала осылай береді деп сене берсеңіз, Алла бере береді. Мысалда, Алла бере ма, бермей ма деп жүрсеңіз, Алла бермеуі мүмкін. Сондықтан достар, альхамдулилля, мысалда мен 25 жасымда үйлендім, 3 жылдан кейін ба қызды болдым деген сияқты, онан кейін 4 жылдан кейін тағы да жүріп қалдым да, 32 жасымда ұлды болдым. Артынан Алла Тағала менің құшағымда ұл қызға толтырды да, қазір 5 бала шағам бар, альхамдулилля. 3 ұлым, 2 қызым бар. Алла Тағала сіздерге де жұғысты қылсын, сіздерге де нәсіп қылсын. Алладан үміт үзуге болмайды, достар, Алладан үміт үзуге болмайды. Ал аға, менің бойымда үрей бар. Үйден шыға алмайтын түрім бар. Замдиректор болып қорқып бір айдан шығып кет дейді. Қорқып бір айдан шығып кет. Бұл сізде агорафобия уже. Агорафобия дегеніміз боязнь открытого пространства деген. Боязнь открытого пространства, яғни ашық алаңға шығудан қорқу, далалыққа шығудан қорқу, үйден шығудан қорқу. Соса Аллаға шүкір, Камал аға, сіздің өміріңізді ұзақ қылсын, сізді көп естігім келеді. Алла разы болсын. Әмин, әмин. Рахмет ниет дұға тілектеріңізге. Жарайды достар, эфирімізді осымен аяқтаймыз. Қысқадан нұсқа осы, стресстен шығудың негізгі сізге методикаларын, әдіс-тәсілдерін бердім. Эфирді сақтап қоятын боламын. Ал TikTok-тағы эфир менің YouTube каналыма кірсеңіз, менің аккаунтым Instagramда да, TikTok-та да, YouTube-та да аккаунтым бірдей, Камалбай Юсупбайұлы деп YouTube-қа теретін болсаңыз, достар, YouTube каналым шығады, сол жерде подписаться жасап, менің салған видеоларымды сол жерден көре аласыздар. Алла өмірлеріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін. Аманшылықта кездескенше аман сау болыңыздар, достар. Аман болыңыздар. Так, бірінші